Бекзат, сіздің өміріңізде не өзгерді сырға салудан кейін? Өзгергенде жақсы Жанахан бәрі. Жақсы ма? Иә. Бірден Ақеркені шақырайық, иә? Шақырайық. Ақерке, келіңіз. Қош келдіңіз, Ақерке. Қалайсыз, сырға орнында ма? Иә, сырға орнында. Дұрыс, шешпеңіз. Жағдай жақсы. Неге сандық әлі студияда тұр? Студия сыртында. Бүгін алып кетеміз. Шын ба? Иә. Күнде бүгін мем кетті, сандықты шам басып кететін болды. Бізде сол өткендегі сырға салудан кейін кішкене былай түсініспеушіліктер болып қалған, содан кейін бүгін алып кетеміз. Қандай түсініспеушілік? Түсініспеушілік болғанда бізде өз арамызда жақсы негізінде. Сырға салудан кейін біз қызды алып кетеміз дедік қой өзімізге. Иә, эфирде солай айтты. Ата-анасымен сөйлесіп, келісіп, біз рұқсат сұрап беріп, содан кейін кеттік. Біз енді өзіміз ресторанға отырып, сол жақта тамақтандық. Екі жақ бірге. Иә, ол жақта да жақсы болды. Содан кейін уже Ақеркенің ата-аналарын шығарып салдық. Біз қайтқаннан кейін, содан кейін сестрасы звондап, Ақеркеге қайтадан қайт деді үшін. Кетіп қалып еді Ақерке? Бізбен келген ғой Ақерке. Үйде отыр. Иә, сұрап алдық қой енді. Қызын сұрадық олардан дегендей. Содан кейін тұрып, неге не болып қалды десек, в общем, олай дұрыс емес. Папа қарсы отыр, ұзатып дұрыстап береміз деді. Сонымен қазір негізі халық ойлап жүр, что Ақерке сіздің бірге үйіңізде тұрып жатырмыз деп. Негізі бірақ олай емес қазір. Иә, осы жерден шыққаннан кейін кафеге барып отырдық. Сол жерде де әпкем кішкене түсінбей бірге кіргізіп алу деген не деген сол. Осы жерде мама андай сасқалақтап айта салды да, иә деп, содан шыққаннан кейін не ол кіргізіп алу деген не деп, содан кейін арада біраз түсініспеушіліктер болып, папа мамаға звондап, ол қалай менің рұқсатымсыз Бекзатпен әлі таныс емеспіз, әкесінің алдынан өтпей қызды қалай алып кетеді. Тем более бізде Диана ханым оңтүстікте обязательно қызды үйден ұзатып шығарып салды. Кем дегенде құдалық дейсіз ғой, иә? Кем дегенде Бекзат пен папа таныс болу керек та, мен папаның батасын алмаймын, мен олай кете алмаймын. Сондықтан әпкем хабарласып, үйге қайт деді. Сондықтан екі жақпен кішкене келісіп, түсініспеушіліктер болды. Бекзат сол жерде екі дастархан басында кілең қыз келіншектер жиналып алып, барлығын өздері шешіп қойды. Мінекей бір ер азамат араласты да барлығын өз қолына алды. Бір жағынан негізі былай ойлап қарасаң, ол өте дұрыс. Сондықтан сіздің әкеңізді сынамаймыз, керісінше қолдаймыз. Өйткені қыздың сұрауы бар, қыздың назы бар дегендей. Иә, содан кейін Бекзатта кішкене мен алып кетемін дегенге кішкене соған не алып қалған, кішкене ренжі болды. Сандығыңды очередь тұра берсін, өзің алып кет үйіңе деп, біз неге әкелмейміз деп сөйлесіп. Мен айтқам ғой, просто енді ол қалай болады екен, салт дәстүрді ұстандыңдар, одан кейін қазір енді қайтадан кейін дау кетпей ме, өйткені сен өзің жоқсың, сен келмей тұрып бірінші жасауың дүниеңге баса, одан кейін артынан сен келсең бірге келгені жақсы. Тағы бір түрлі болмай ма дедім де. Бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін жалғастырамыз. Аблай мырза, экранға назар аударыңыз. Ал Аблай мырза, кезек өзіңізде. Диана ханымға. Ақтөреден. Ақтөреден. Ішінде? Құрт. Құрт. Иә, Диана ханым. Енді нау. Историясын айтып берейін, мен далада жүрдім ғой, енді сол кезде қазақтың жері кең да, керемет кең Диана ханым. Сөйтіп, жаңа өзіміз шаруамызбен жүрген кезде бір қазақ үйді көрдім, сол қазақ үйдің сыртында білесіздер ғой, құрт жайылып тұр екен. Шыны керек, Диана ханым, енді өзімнің сыйластығым сізге құртты көрсем, сіз есіме түсесіз. Құртты көрсең, Диана ханым есіне сол сразу ауылдың құрты деп сәлен кеппей ғана, кептіріп жіберсеңіз болды сізге. Жоқ, әдемі екен, майлы, көрініп тұр қолдың құрты екені. Рахмет үлкен. Диана ханым, тағы да бір түсіндіріп айтып өте салайыншы. Негізі көбісі ойлап жатыр екен, мен сол жаққа барғаннан кейін рәсімдер орындалып, Ақерке қайтып кетті деп. Жоқ, ондай емес. Кафеге барғаннан кейін шығып машинамен кетіп бара жатқан кезде әпкем Бекзат мамасына қоңырау шалып, сол жерде уже шешіп қойды бәрін. Сол ешқандай болмайды. Барлығы папаның келісімімен. Мен начинологияға бардым, шай іштік, содан кейін біраз уақыт отырғаннан кейін қайтып кеттім. Иә. Үйіне кіріп, шай ішіп, қайттан қайттыңыз. Үйдегі жаңағы кісілермен бардық, сосын заттарым болды, сол жерде сөйтіп алдым да, сөйтіп үйге біраз деген қайтып кеттім. Солай болды. Бекзат соған көңіл күй түсіп кетті. Иә, Диана ханым, өйткені бір андай асығыстық болды да, бір тезірек қол жеткізіп, бір қасымнан өзім жанынан жібергім келген жоқ ешқайда. Бізде андай болды да, біз бір кішкене орысша, бір современный өскенде, мен де өзімде. Осы қызы ең басынан көзімде түсті, шындықты айтады, қатты да сөйлейді, современный болғаннан кейін
қысқа киінеді дегеннен қолындағы татуировкасына да мән бермей соның барлығымен ұнап сөйтіп қабылдағаннан кейін біз ойладық осы жерде сөйтіп қыздарын сұрады, келісті, берді, и уже біз үйге қыз кіргіздік деп уже туыстарға айта бастады. И қазір бір жағынан енді туыстардан да анам атынан кешірім сұраймын, андай кішкене күліп бір анам андай сөз отырды, ой Айгүл бір қыз кіргізе алмадың ба не сонда деген әңгіме болып қалды да бізден. Енді олай пікір білдіретін туыста дұрыс емес деп ойлаймын. Ол сіздің анаңыздың кінәсі емес. Ондай туыстар әр отбасында кездеседі, кезігеді. Бірақ ол бір іштарлық, я болмаса мысқыл, өз туысын мысқылдап, мазақтап не көрінді? Осы жерде айтып өтсеңізші, негізі бар ғой, кейіннен барып мамаммен сөйлесімде айтып жатыр екен, негізі сондай сырға салудан кейін сондай аягөз жақтарда сондай дәстүр бар екен, қызды сырға салып үйіне кіргізіп алатын. Бірақ оны үйіне барған кезде сырға салып әкесінің алдынан алып кетеді да. Ол бұл жерде Бекзат мен папаммен танысқан жоқ та, студиядан алып кеткеннен кішкене дұрыс емес болып қалды. Егер де бұл алдын ала айтылып кішкене біз мамамен ақылдасып қойған кезде, бәлкім осы сырға салуға дейін 2-3 күн бұрын Бекзат Таразға барып папамен танысқан кезде, алдынан бір өтіп просто мен Бекзатпын деп, сол кезде бәлкім болатын беді деймін да. Бұл жерде кішкене түсініспеушілік болып қалған сияқты. Енді құдалықты жоспарлап жатырсыздар ма? Қашан? Нақты уақыты? Я білмеймін, оны енді Ақерке жақ ұзатып береміз деді. Бір айдан кейін деді ма, бір айдың ішінде деді. Оны Бекзат мамасымен сөйлескен кезде кішкене күннің ыстығы басылсын деді да. Сол кезде Тараз жаққа келіп, барлық салт дәстүрмен жігіт жақ келеді. Содан кейін біз ұзату жасап, кішігірім сондай жасайтын болды. Жана ханым айтсам бола ма енді? Осы күнге дейін мен бұндай салтты негізінде бірінші рет естіп тұрмын да. Өткенде осы жерде болған сол әңгіме қозғалған кезінде кішкене түсініксіз болып қалды да. Сырға салып, қызды бірден үйіне алып кетіп, кіргізе салып, ол жерде әкесінің рұқсаты жоқ, ұзатқан жоқ, қалың мал жоқ, ештеңе жоқ, аппарат кіргізе салады, беташар жоқ. Ол нәрсе негізінде қыздың да сұрауы бар ғой, ол нәрсе негізінде дұрыс емес деген ойлаймын. Жоқ, Диана ханым, бұл жерден мен мүлдем келіспеймін. Осы жерде енді қош келдің Ақерке. Енді осы жерде халықтың барлығының алдында отырып, бір Бекзаттың ата-анасы жоқ жерден тойдан кейін бір осы жерден шығып алып кетсе бір жөн. Өзіңіздің жаңағы анаңыздан сұрады. Солай ғой. Өз қағызды осылай сұрады, алып кетсек болады ма деп. Және де қасыңыздағы жаңағы мамаңыздың әпкесі де жаңағы енді көрініп тұр ғой. Салт дәстүрдің барлығын біледі. Барлығы рұқсат беріп отырғаннан кейін енді бұл жерде бұндай әңгіме қаншалықты дұрыс деп ойлайсың Ақерке? Жоқ, ол жерде провокацияға шақырып отырсын деп ойлаймын мынандай сұрағыңмен. Кішкене былайынан айтайық, сол жерде действительно түсініспеушілік кез болды. Қазір Бекзат сен де кішкене сәл ренжіп отырсың да, сондай ситуация болып қалғанына. Бірақ сен ренжіме бұл ситуацияға. Өйткені бұл жерде жаңағы қобалжумен, осы жердің барлығымыздың буымен, атмосферамен әке-шешесі деген рұқсатты берді. Бірақ та на самом деле ол дұрыс емес деп үйдің сен өзің мысалы Ақерке екеуінің отбасың болған кезде сен үйдің отағасы болып, сен билікті қолыңа аласың ғой мысалы, будущем. Сол сияқты Ақеркенің үйінде де оның әкесі бар. Сондай өзінің қызын қай кезде беру керек екен, салт дәстүрімен бірге жіберу керек екен білетін. Сондықтан сен ренжіме, қызды жіберетін күні жібереді. Главное сырға салды, главное қыз менікі деген өзіңнің неңді таңбаңды қалай дейді, сырғаңды салдың, болды. Диана ханым, айта кетейінші, Ақерке жаңағына толық түсіндіре кетсеңіз, әйтпесе адамдар ойлап жатыр ғой, енді шынымен де Бекзаттың үйіне барып, табалдырық аттап, қайтып кетті. Айтты ғой, көлікпен бардық, үйде шай іштік, одан кейін қайттық деп. Айтсам бола ма, Диана ханым? Негізі Гүлназы мен Ақтөренің бүгін қатар отырғаны дұрыс болмады, кішкене сасқалақтап жатыр. Диана ханым, мен айта кетейінші, сұрақ қойын деп. Мысалы үшін жаңа айтып жатсың ғой, мысалы сырға салды, екі жақтың туысқандары әкемен таныс емес деген сұрақ естіп қалдым да. Сонда қалай мысалы үшін сырға салу деген ол уже бір келісім сияқты емес па негізі? Мына жерде бір түсініспеушілік болып тұр да, халықта түсінбей жатқанса, әкемнің сонда рұқсаты жоқ па, мен түсінбедім. Жоқ, әкемнің рұқсаты бар. Бұл жерде әкемен Бекзат таныс емес. Екеуі таныс емес. Просто телевизордан көрді, алдынан өтіп. Жоқ, просто қалай сырға салу болды деген сұрақ халықта ойланады ғой. Сырға салуға тек қана әйел адамды. Жоқ, қазақта негізі дәстүрдің ретін білетін адам түсіну керек. Сырға салудан кейін қызды ұзатады, құдалық жасайды, содан кейін ғана қыз өзінің жаңа отбасының босағасын табалдырығын аттайды. Яғни бата берілгеннен кейін әкесінің рұқсаты бар, ағайын туманың батасы бар дегендей ғой. Сырға салудан кейін бірден енді анасы алып кетуге ниетті болды, бірақ бұл жерде әкесі барлық жағдайды өз қолына алды дегендей ғой. Ол жерде рұқсат әпкемнен сұралған жоқ. Әпкем болғанда кішкене ойланатын еді, бұл не деген сияқты. Мамамнан сұраған кейін мамамның жағдайын білесе, ол жерде түсінбей қалды да, деп айтса. Енді ол кісіні көрдіңіздер ғой, қобалжып отырды, сасқалақтап отырды, уайымдап отырды. Содан кейін қыз берген бәрібір оңай емес, сасқалақтағаннан кейін деді. Сол ғой Диана ханым, негізі ол жерде сол бір қызық болып кетті. Енді осы жерден сөйтіп сұрап алды ғой деген шыққаннан кейін
одан кейін барып түсінді де бәрі не болды сонда, қалай сұрады, не істепті. Ол кісілер негізі түсінбей қапты. Біз қыз сұрағанда қызды үйімізге сұрап уже кіргізіп аламыз деген түсінбей қалғанда. Ал біз жақта бір андай да, білмеймін, бізде солай ағаларында туыстарым солай үйленген ғой, бірінші үйге қыз алып келеді, даже кейде сырға салу, одан кейін де ола ма, бір бәле емес. Қызды кіргізіп алады, сосын ауыл шулайды, не болды. Ананың баласы қыз кіргізіп үйіне деп барады, құттықтайды, одан кейін барып құдалық сондай болды, ал ана ата-анасы несі қарсылығын кейбір кезде білдіреді, кейбір кезде негізінде көбінесе былай айтады да, жарайды, самый главное, қызым бақытты болса болды, өз білгендерің істеңдер деген сияқты. Бұл алып қашу кезіндегі мысал ғой. Алып қашады, бірден үйге кіргізіп алады, одан кейін барлық салт дәстүр жөн жоралғы жасалады дегендей. Сол үшін қам жемеңіздер. Енді ар жақ, бер жақ қанша уақыттан кейін, бір жарты ай, бір айдан кейін барлығы болып кететін шығар, иә? Иә, сол күзге қарай барлығы уже келісіп, Бекзаттың ата-аналары Тазы жаққа келеді. Және Диана ханым Бекзаттың әпкесі Мөлдірге, Дикоға және де Нұргүл тәтеге алғысымды білдіремін. Оның алдында сыйлықтар берген болатын, есімнен шығып кетті. Үлкен рахмет. Диана ханым, мен айтып кетейінші. Асылбек, Мөлдір. Мен айтып кетейінші, Асылбек. Бұл жерде Диана ханым мен Ақеркені қолдап кеткім келіп тұр енді. Осы жерде Бекзаттың ата-анасының тарапынан алып кетеміз деген кезде менде бір таңғаларлық жағдай болған мен үшін. Ол қалай сонда деген сияқты сырға салынып жатыр. Алып қашу деген сияқты емес деген. Бірақ та қанша дегенмен жаңа айтып жатырсыз ғой, Диана ханым, алып қашып кеткен кезде ғана ондай ситуация болады да. Негізі Ақеркенің әкесі дұрыс жасап отыр да. Кәдімгідей бүкіл салт дәстүрді орындап, құдалық жасап деген сияқты танысып, потом барып қызды алып үйге алып келу керек деген ойдамын мен де. Негізі Диана ханым, мына жерде әр елдің салты басқа дейді ғой, жалпы. Тері қарағасқа. Жалпы негізі мен сырға салу дегенді негізі осы Алматыға келіп көріп жатырмын да. Сіздерде жоқ па? Негізі біздерде бар, бірақ көп ондай болмайды да, бізде андай сырға салып алып кету дегенсе. Бізде я болмаса алып қашып келеді, я болмаса кәдімгідей құда түсіп, қызды бірден ұзатып алады. Ұзатып алып кетеді. Ал мен сырға салу дегенде осы студияға келіп бірінші рет көріп жатырмын негізі сөздің шыны. Бірақ енді манада Санжар да айтып жатыр ғой, енді студиядан алып кеткеннен кейін ол қалай болады? Негізі Санжар, мен саған айтайын, әр үйде Зухра ханым айтып кетті, еркек билік билейді, еркек не айтады, сол болады. Ерте мысалы да сенің де енді осындай жағдай болып қалса, мысалы Ақеркенің орнында сен болсаң да әкең саған рұқсат бермесе, сен не дейсің оған? Айтшы. Диана ханым, бұл сұрақ болды ма, Асылбек, бұл не болды? Диана ханым, айта кетейінші, негізі мына жерде мынандай мәселеде, Ақерке қош келдің, енді Бекзаттың да ата-аналарын, туа-туысқандарын қатты кінәлауға болмайды, өйткені енді қалай болды, Ақерке сен ең басында ұзату болмайды деп айтқансың, дұрыс па? Негізі бастапқыда сендерде сондай ой болды? Жоқ, Айдана, бұл жерде мәселе ұзатпауда емес. Просто менің әкем таразда отыр да, мына жерде барлықтардың айтасыңдар ғой, ер азаматты құрметтеу керек деп. Ол жақта мен әкем отыр, ешкім сұраған жоқ, сырттан келді да, қызын алып кете салды. Сонда ол кісі отырған кім ана жақта? Қызын алды да, ешкімнің сұрауы салып кетті. Ұзату болмасын, просто Бекзат барып, папаның алдынан бір рет өту керек. Ол өте дұрыс, просто Жарайды, Бекзат Ақерке, енді уайымдамаңыздар, Бекзаттың түр әлпетінен көруге болады, кішкене көңіл күй түсіп кетті, бәрібір үйленуге асық жігіт болды, Ақерке менікі, енді менің шаңырағымдағы сондай бір орамалды келін болады деп елестетіп жүрген еді. Бірақ енді солай. Сіз уайымдамаңыз, сабыр түбі сары алтын. Ертең Ақерке әдемі той көйлегіңіз, айтыс көйлегіңіз дайын ба? Дайын. Ертең өзіңізді күтеміз. Барлығы жақсы болсын, ұрыспаңыздар, ата-аналарыңызды ренжітпеңіздер. Келгеніңізге рахмет, қарсы салайық Ақеркені. Сіз қалыңыз, кетіп қалмаңыз. Мен күтемін.